Қайырлы күн. Давайте көп созбай бірден бастайық. Бүгінгі бұл видеода мен сіздерге 2025 жылы қалай аудиториясыз, ешқандай командасыз, үлкен ақшасыз миллиондық запустарды жасауға болатындығын түсіндіріп айтатын боламын. Бүгінгі видеода сіз не аласыз? 20 мың теңге салып 1 миллион теңге шығаратын воронкаларға полный разбор жасайтын боламын. Және де үлкен конкуренттерден ерекшеленіп, қалай продажа жасаймыз. Нақты 1, 2, 3 қадамдармен көрсетілген этаптардың барлығын айтып шығатын болам. Яғни запустың нақты схемасын көріп шығатын боласыз. Дәл қазір қолдан кете алатын фишкаларды аласыз. Қолдағы 20-30 мың теңгемен 1 миллион теңгені қалай табамыз? Дәл осы нәрсені бүгін осы сабақта айтып беретін боламын. Бір сөзбен айтқан кезде, сіз курс сату барысында результатқа гарантия бермей, әрбір адаммен диагностика жасап отырмай, рилс салып, хайп жасамай, үлкен ақшасыз, күнделікті сторис салып отырмай, командасыз, аудиториясыз қалай күнделікті осындай продажалар жасап отыру керектігін түсінесіз. Нәтижесінде запускқа арналған нақты 3-тен 10-ға дейінгі инструментті алып, бірден қолданып кетесіз. Мына сабақ сізге арналады. Егер де үлкен эксперттердің фонында өз орныңызды таба алмай жүрсеңіз, вроде білім бар, бірақ нәтижеңіз жоқ болатын болса, керісінше басқа эксперттердің қалай жасап жатқанын көріп қайталауға тырысасыз, вроде воронкаларын қайталайсыз, инструменттерін қайталап көресіз, смыслдары, олар қолданған дожимдар мен возражениялары да бірдей, бірақ та сізде олардыкіндей результат жоқ. Және де ақша мен аудиториясыз не істеу керектігі білмесеңіз, қазір сізде ақша да аудитория да жоқ, бірақ та сіз курс сатып эксперт ретінде өзіңізді дамытқыңыз келеді. Масштабқа шығып көргіңіз керек. Бірақ та сізде неден қалай бастау керектігін масштабқа шығу схемасы мүлдем қолыңызда жоқ. Барлығы вроде дұрыс сияқты, бірақ та продажа жүрмей тұрса, бірнеше продюсермен жұмыс жасап көрдіңіз, бірақ та барлығында бос уәде, аяғында ешқандай результат ала алмай жүрсеңіз. Жазған адамдар бар, вроде сіз сатып көруге тырысып жатырсыз, перепискаға жазады адамдар, бірақ та сізде переписка арқылы немесе адаммен сөйлесу арқылы сату мүлде жүрмей жатыр. Немесе ең көп кездесетін проблема ол тупо қорқыныш немесе синдром самозванца. Яғни сіз өзіңіздегі білімдеріңізді қолдана алмай, өзіңізді әлі ол деңгейге жетпедім деген оймен өз-өзіңізді шектеп жүрсіз. Не үшін мен бұл салада дәл осы ақпараттарды айта аламын? Себебі аудиториясыз воронкаға 70 мың теңге салып, 70 мың теңге өте аз сума негізінде. 70 мың теңге салып, 5 миллион 700 мың теңге шығарған болатын. Және де бір воронка арқылы өте аз вложениямен 1 жыл бойы таза 35 миллион теңге алып келдік. Егор Пыриков, Тимочка сияқты эксперттердің обучениясынан өткенмін. Бірақ басқа эксперттермен жұмыс жасап жүріп, өзіме аудиторияда, капиталда жинамағанмын. Қазір барлығын сіздер сияқты басынан бастап жатырмын. Былайша айтқан кезде мен қазір сіздермен ұқсастығым өте көп. Запуск жасауға ақша жоқ, всего лишь қазір менде 25-30 мың теңге бар. Және де 2 миллион теңге үстінде қарызым бар. Аудиториям жоқ, бір нәрсе сатайын десем, бір нәрсе оларға предлагать етіп көрейін десем, менде предлагать ететін аудитория да жоқ. Қазір менде инстаграмда примерно 150 подписчик қана бар. Команда жоқ, тек қана командада мен және де искусственный интеллект қана бар. Блогтарым мен установкаларым өте көп. Осы видеоны түсіру барысында да менде қазір блогтарым, установкаларым қатты бір эффект беріп жатыр. Үлкен курстар алып оқымағанмын, тек практикамен жасап келе жатырмын. Үлкен конкуренттерім бар. Дәл осы салада мен сияқты дәл осы ақпараттарды айтып жатқан басқа да мықты эксперттер болуы мүмкін. Бұлайша айтқан кезде қасында мен ол кісілердің қасында вообще ешкім емес сияқты көрінемін. Бірақ қазіргі мақсатым 25 мың теңге арқылы айына 1 миллион теңге алып келіп отыратын автоворонканы жасап шығу. Бірақ та бастапқы моменттерде менде бәрі басқаша болды. 2021 жылы СНГ нарығына енді продюсерство деген ниша кіріп бастаған кезде осы салаға кіріп алғашқы 158 мың теңгемді тапқан болатын. Және де 7-8 ай бойы осы эксперттерге запуск жасап көріп білім алудың арқасында 4 миллион теңге табысқа шықтым. Яғни бір жылға жетпей мен бірден үлкен скачоктың арқасында өзімне және де туыстарыма, достарыма подаркалар алып, былайша айтқан кезде ақшамды жинамай барлығына эмоциональный покупкалар жасап құрта беретін едім.
Және де 23 жылы алғаш рет өзіме автоворонка құрып кішігірім результат алып көрген болатын. Былайша айтқан кезде осындай өте жақсы нәтижелердің барлығы 2024 жылға дейін керемет болды. Бірақ сол кездерде менде ақша келіп тұрған кезде, барлығы оңай болған кезде мен тек қана сол бір күндігімді ойлап жүре бердім. Ал қазір нәтижесінде менде аудиторияда ақша да жоқ. Былайша айтқан кезде ары қарай масштабқа шығуға көмектесе алатын ресурстарды мен өз-өзімнен шектеп тастадым. Енді бірақ та сол қаншама жылдардың арқасында менде жинақталған білім мен тәжірибе бар. Дәл сол білімімді, тәжірибемді қолданып, қазір мен айына 1 миллион теңге әкелетін автоворонканы құруға жұмыс жасап жатырмын. Енді қазір 2025 жылы, жаңа айтқанымдай 2021 жылға қарағанда көптеген нәрселер өзгерді. 2021 жылы барлығы өте оңай болатын. Аудиториялар эмоциямен сатып алады. Эксперттердің продажалары тек қана сторис арқылы болады. Егер де идеальный продукт жасалатын болса, бізде миллиондық запустар жасау өте оңай болды. Және де ол кезде инфо-цыган сияқты терминдар жоқ. Аудитория бірден курс алуға дайын болатын. Ал қазір аудитория экспертті өте ұзақ уақыт бойы зерттейді. Және де кез келген ниша бойынша эксперттер көп. Өзіңіздің салаңызда бірнеше конкуренттерді тауып алуға болады. Тек қана сториспен продажа жасау өте қиын. Себебі аудитория қазір сіздің қалай сатып алатыныңызды, не сататыныңыздың барлығын біліп отырады. Және де эксперттерге бұрынға қарағанда сенім аз. Ал именно осы сенім, эксперттікке деген доверие бізде продажаға алып келеді. Яғни сіздің аудиторияңыз, сізге келіп тұрған клиентіңіз сізге сенбейтін болса, сізге және де продуктыңызға, сіз оған результатты бере алатындығыңызға сенбейтін болса, онда ол жерде ешқандай продажа болмайды. Ал продажаға алып келу үшін, ол адамның сенімділігін тудыру үшін біз ол адаммен, яғни клиенттерімізбен, аудиториямызбен ұзақ уақыт бойы қарым-қатынас құра алуымыз керек. Сондықтан да қазір біз жасап жатқан қысқа мерзімді воронкалар жұмыс жасамайды. Мысалы, вебинарная воронка, марафонная воронка, стористегі прогревтер, консультациямен сату, успехтер дәл біздің ситуациямызда жұмыс жасамайды. Себебі бізде оған аудиториямен үлкен ақша жоқ. Бірақ та үлкен аудиториямыз болатын болса, бұл воронкаларды қолдануға мүмкіндігіміз бар. Енді дәл осындай воронкалардың мен тізімін жасап шықтым. Ол Майндкартада бізде әр воронканың этаптары, қалай жасалу керектігі, барлығы стратегиялары тізіліп жасалып қойған. Бұл Майндкартаны сіздер мені сторисқа отметь ету арқылы тегін ала аласыздар. Енді аудитория қазір нарықта өзгеріп жатқандықтан қалай дұрыс запуск жасарыңды білмейсің. Нақты қандай рабочий инструменттер жұмыс жасайтыны бізге белгісіз. Және де продажа болмағандықтан қазір байқасаңыздар көптеген эксперттер психологтарға барып ата-анасын кешіріп, разбордан разбор өтіп, мышление мен состояниесін көтерумен айналысып жүр. Және де үлкен выручкалар болмағандықтан, таза пайда аз болғандықтан көбісі инфобизнес өлді, запустар уже жұмыс жасамайды деген бір иллюзияға кіріп, уже запустардан кетіп желаниесі болмай жатыр. Может, менде проблема бар шығар деген оймен өзін копать етеді, нәтижесінде самооценкамен тағы плюс бір проблема создавать етіп алады. Мен сата алмаймын, өзімді пихать етіп жатқан сияқты сезінем деген эксперттер де өте көп. Сондықтан да бізге осындай проблемалар болғандықтан сату моделін өзгертуіміз керек. Яғни бізге қазір аудитория сізден 3-4 сағат бойы эксперттік контент алу мүмкіндігі болатын болса, аудитория сізден сатып алу уақытын азайта алатын болсақ, яғни сатып алу циклы азаятын болса, және де касание мен аудиторияға деген окно продаж саны шексіз болатын болса, продажадан шыққан ақша бірден реинвестиция жасалып отырса, воронкадағы әрбір клиенттің жүріп өтетін этаптары дұрыс жасалатын болса, смыслдар, больдар, аудиториямен дұрыс коннект болатын болса, бізде шынымен де үлкен запуск жасауға болады. Ал енді оны біз қалай жасаймыз? Менде қазір 14 күннен бастап 2 айға дейін әрбір лидте продажа шығару үшін қолданылатын осындай воронка бар. Бұл воронка бірақ та уже біраз уақыт бойы көптеген эксперттер жасап жатыр, бірақ та оны нақты қалай жасау керектігін, ол воронканы қалай қолдану керектігін ешкім дұрыстап түсіндіріп айтпайды.
бірақ осы воронканы сататын эксперттердің өздері тек осы воронканы сату арқылы ғана ақша тауып жатыр. Бірақ та бұл жерде ешқандай бір сиқырлы воронка немесе инструмент жоқ. Бір рет қолданып әрқашан ақша әкеліп отыратын идеальный зат ол тек қана системаны әрі ақысы беріліп жасалған воронка ғана результат береді. Мысалы, бізде Назгүл Бекен деген эксперт болды. Дәл осы воронка арқылы біз 2 ай ішінде 70 000 теңге расход құртып, аудиториясыз, ешқандай командасыз 5 миллион теңге 700 000 выручка жасадық. При этом командасында ешкім болған жоқ, тек 2-ші айда көмекші ретінде 120 000 теңге зарплатаға ассистент алды. Және де стористарын всего лишь 180 адам ғана қарайды. Енді воронкада қалай жұмыс жасап жатқандығын барлығын мен осы близкий друзьяда көрсетіп отырам. Получается, мен қазір осы запусты бастағандықтан 25 000 теңгеден 1 миллионға жетем деген осы челлендждің результаттарын, әр этаптарын, болып жатқан, жасалып жатқан инструменттерді мен близкий друзьяда көрсететін боламын. Ал близкий друзьяға кіру үшін сіз BD сөзін қалдырсаңыз жеткілікті. Және де осы воронка арқылы қолда бар ресурстармен алғашқы продажалар жасауға мүмкіндіктеріңіз болады. Аудитория жинап, конкуренттерден ерекшеленіп, өз нишаныңызда эксперт ретінде қалыптасасыз. Әр запуск сайын өз рекордыңызды бұзып, геометриялық прогресспен өсуге болады. Енді нақты воронканы қалай жасаймыз, сол этапқа келейік. Бізде воронканың негізгі 3 бөлігі бар. Ол біріншісі кэф, үлкен лид-магниттер, телеграмдағы инстаграм боттары. Бізде үлкен лид-магниттер, байқасаңыздар, қазір ютубта өте жақсы қолданылып басталды. Сіздің салаңызда міндетті түрде осы үлкен лид-магниттерді пайдаланатын бірнеше эксперттер бар. Оны қарап шықсаңыздар болады. Үлкен лид-магнит бізге үлкен сенім, доверие туғызуға көмектеседі, және де аудитория сізді эксперт ретінде қалыптастырады. Аз уақыт ішінде прогресс жасауға болады, үлкен конкуренттерден ерекшеленуге мүмкіндік береді, және де үлкен видеоларды рилс түсіргенде күнделікті сторис алғандай қиналып жасамайсыз. Сіз үлкен бір лид-магнитті жасап, оны түсіріп ютубқа салып қойғаннан кейін трафик жіберіп отыру арқылы ұзақ уақыт бойы пайдалана аласыз. Енді үлкен лид-магниттің структурасы қандай? Ең бастысы өз нишаныңыздағы басты идеяны сату, яғни өзіңіздің нишаныңызға сату, идеясын сату. Мысалы, запуск бойынша сіз курс сататын болсаңыз, именно курсыңыз запуск идеяларын сіз аудиторияға түсіндіріп, ол запуск жасау деген зат өте жақсы, оған пайдалы, оған тиімді екенін көрсете алуыңыз керек. Және де клиенттің жолын точка А-сынан точка Б-сына дейін толыққанды көрсету. Нақты сіздің нишаныңызға байланысты аудиторияға бірден көмектесетін техникаларды, фишкаларды беру. Және де осы лид-магниттің ішінде возраженияларға бірден жауап беру өте маңызды. Курс программасымен таныстырып, немесе аудиторияға нақты қадамдарды беріп, содан кейін сіз бірден продажа ашатын боласыз. Енді үлкен лид-магниттерді жасау барысында мен сіздерге мынандай кеңестерді берем. Аудиторияға бот әрқашан жазатынын, және де көптеген плюшкалар бере отыратынын жеткізу керек. Яғни бот арқылы сіздер өте үлкен лид-магниттерді, үлкен пайдалы ақпараттарды беретініңізді, ол ботты қарап отыру маңызды екенін аудиторияға түсіндіру қажет. Және де лид-магниттің ішінде қосымша лид-магнит беру. Мысалы, сіз байқасаңыз, дәл осы сабақтың өзінде мен сізге майнд-карталар мен близкий друзьяны қосымша тағы лид-магниттің ішінде лид-магнит ретінде бердім. Әрбір лид-магнит алған адаммен директте сөйлесу. Искусственный интеллект көмегімен аудиторияға зерттеу жасау, яғни анализ жасау өте маңызды. Негізі лид-магниттен бөлек қосымша әр түрлі форматта қысқа тақырыпта лид-магниттер, видеолар түсіріп бастау. Негізі лид-магнитті жасау барысында идеализировать етудің қажеті жоқ. Бастапқы моментте қалай бар, солайынан жасап шықсаңыз болғаны. Себебі бірінші попыткадан кейін сіз ошибкаларыңызды жөндеп, екінші запусты уже идеализировать етуге тырысатын боласыз. Енді қандай эксперттер қателіктерді жібереді? Біріншіден, лид-магниттерді жасау барысында ол тым ұзақ немесе тым қысқа, тым пайдалы немесе тым информациясы жоқ, келесі этапқа аудиториясы жабылмайды.
дұрыс структурасы жоқ, примерно деген ниетпен жасалады. Продажаға әкелмейді, аудиторияның бөлдері жабылмайды. Просто для галочки жасалады. Слишком идеализировать етіп, аяғында мүлде жасамайды. Былайша айтқан кезде, сіз егер де ешқандай структурасыз, просто так жасалатын болса, ол нәрсе сіздің өзіңіздің ниетіңізге байланысты ешқандай результат бермейтін болады. Екінші этап бізде Telegram және Instagramдағы бот. Бұл бізге аудиториямен ұзақ уақыт бойы коннект жасауға мүмкіндік береді. Негізі бұл боттарды аудитория көбінесе подписная воронка үшін ғана қолданады. Ал негізінде біз бір келген, бізге бір хабарлама, бір сообщение, бізбен бір коннект болған адаммен 2, 3, 6, 1 жыл бойы жұмыс жасасақ, осы бот арқылы бірден ол адаммен байланысқа шығып, лид магниттерді әртүрлі біздің тақырыптағы подкасттарды жіберіп, ол адам тіпті 2 ай болмасын, 3 ай болмасын, 4 ай болмасын сатып алуына көмектесе аламыз. Және де қосымша осы Telegram бот арқылы бірнеше лид магниттерді береміз. Дажим жасауға, келесі этапқа өткізуге, подписчик ретінде жинауға мүмкіндік береді. Келген әрбір адамды жоғалтып алмай, конверсияны есептеп, қай жерде слив болып жатқаныңызды осы бот арқылы көруге болады. Енді Telegram боттағы бізде воронка қалай жүреді? 7-30 күн бойы әр күн сайын бізде аудиторияға күнделікті прогресс жасалады, және де әр прогрессте бізде лид магнит қолданылады. Және де негізгі бұл жердегі Telegram боттың немесе Instagramның боттың жұмысы ол сіздің лид магниттеріңізді көруге аудиторияны итермелеу, яғни дажимдар жасау. Одан кейін Telegram каналға шақырып, Instagramнан бөлек Telegram каналда өзіңіздің базаңызды создавать етуге көмектеседі. Және де сториста, Telegramда каналда шыққан әрбір контентті көруге шақырып отыруға мүмкіндік бар. Свежий жаңадан шыққан кейстарыңызды жіберіп, ерте сатып алған адамдардың результаттарын көрсетіп, жаңадан келген аудиторияны қызықтырып сатуға мүмкіндік береді. Енді дәл осы инструментті қолдану барысында эксперттер мынандай қателіктер жібереді. Просто подписка тексеру үшін ғана қолданады. Ботта жиналған аудиториямен мүлде жұмыс жасамайды. Ол аудитория просто қалып қалады. Үлкен тексттер, қызықсыз посттар, былайша айтқанда аудиторияның өтпейтін контент беріледі. Жаңағындай для галочки жасалады, мүлде қолданбайды. Әрбір аудиториямен жасалған байланыс міндетті түрде бір проблема, боль, желаниясына байланысты болу керек. Бұл структура мүлде эксперттер қолданбайды. Негізі 14 күн бойы бот жіберуі тиіс структура бар видеоны аяғында қалай алуға болатындығын айтамын. Енді аудитория бот арқылы лид магнитті көріп шыққаннан кейін продажаға әкелуіміз керек. Бұл біздегі ключевой этап воронки, яғни кеф. Кефтің түрлері өте көп. Вебинар арқылы, марафон арқылы, видео арқылы, сторис арқылы, анкета, прямой продажа арқылы, диагностика арқылы сатсақ болады. Бірақ та нақты мен сіздерге ұсынатын кеф ол анкета арқылы. Яғни біз егерде аудиторияны лид магниттен кейін анкетаға жинайтын болсақ, онда біз бірнеше кеф түрлерін алатын боламыз. Яғни анкетадан кейін біз созвонға шақыруымызға болады, каналдарға шақырып ол жерде прогресс жасап сатсам болады, және де обучениеға бренд қойдыруға итермелесек болады. Одан кейін біз уже полный оплатаға жаба аламыз. Одан кейін близкие друзьяда Telegram каналда групповой разборларды өткізіп, яғни анкета толтырған адамдарға бөлек Telegram канал создавать етіп, ол жерде прорыв продажа жасауымызға мүмкіндік болады. Енді запуста продажаны көтеруге әсер ететін нақты фишкалар бар. Ең біріншісі, максимально әрбір 100 адаммен жұмыс жасау қажет. Бізде үлкен аудитория болмағандықтан біз каждый келген аудитория 100 адаммен жұмыс жасай алуымыз қажет. Яғни біз 1000 адамға, 2000 адамға, 3000 адамға қалай әсер етуді емес, сіздің қасыңызда сізге күнделікті ответ беру жүрген тіпті бір адамның өзіне қалай әсер етсек болады деген оймен воронканы жасайтын болсақ, бізге көбірек результат береді. Және де басқалардан қарағанда 5%-ға сапалы жұмыс жасау. Яғни сіздің конкуренттеріңізге қарағанда олардың воронкасындағы этаптары, олардың қолданатын дажимдері барлығын копировать етіп, ставить етіп алмай, керісінше олардікінен қарағанда 5%-ға жақсартып отыруымыз қажет. Енді 4 күн ішінде біз қалай 1.650.000 теңгеге выручка жасадық, және де 500 подписчикті жинап алдық. Қараңыздар, бізде басында не болды? Біздегі ниша ол трейдинг, аудиторияның әбден көңілі қалып қалған нишалардың бірі. Сторис охваты 150 ғана адам қарайды.
Телеграмда 120-140 подписчигimiz болды. Бұрын бұл экспертпен бізде курс сатылмаған, ешқандай кейстарымыз жоқ. Нарықта аудиториясы да, кейстары да бар, бірақ мықты эксперттер бар. Яғни біздің конкуренттеріміз бар. Ешқандай команда жоқ, командада экспертпен тек мен ғана болдым. Бірақ та біздің точка Б мынандай болып шықты. Level Up деген минуста жүрген трейдерларды екінші деңгейге өсіретін курс жасап шықтық. Плюс 500 подписчик жасап, келесі 2-3 запусқа жететін примерно база қалыптасты. Алғашқы поток бізде 11 продажа болды, 1 650 000 теңге выручка жасалды. Эксперт ретінде тіпті мойындап, басқа елдегі 10-15 000 аудиториясы бар эксперттер біздің экспертке жазып, мониторинг жасап, тіпті курстың бағасын сұрап бастады. Бір апта ішінде осындай өте үлкен скачок жасалды. Енді осылайынан уақыт пен ақшаны үнемдеп, просто бір аптаның ішінде дайын шаблондар арқылы өз салаңызға осы воронканы қойып, алғашқы продажалар жасауыңызға болады. Сіз қазір только былай қараған кезде стратегиялық моменттерді көріп шықтыңыз. Тағы да сіз қандай смыслдар, қандай маңызды детальдар бар екенін толыққанды біле алмайсыз. Сондықтан да сіздерге мен EcoSpace деген бір айға созылатын дайын сабақтар мен материалдар арқылы жинақталған теория мен практиканы құрайтын программаны ұсынамын. Бұл жерде сіз просто сату мен воронка құру туралы ғана үйренбейсіз, алдағы 1-2 жыл бойы жүйелі түрде масштабқа шығу стратегиясын аласыз. Яғни EcoSpace бұл дайын шешімдер арқылы сіздің өсу қарқыныңызды жеңілдету. Бұл жерде бізде 5 модуль болады. Воронка бойынша дайын сабақтар. Сіздің нишаныңызға бірден қолданып кетуге болатын 30-ға жуық майнд карталар, материалдар, шаблондар беріледі. Продажаңыздың өсуіне қажетті фишкалар бірден қолданып кететін боласыз. Мысалы, бұл жерде қарайтын болсаңыз, сізге берілетін чек-листтің бір ғана бетінде осындай ақпараттар мясаға толы. Енді бірінші модуль разбор моего запуска. Запуск кухнясына кіріп, барлығын толыққанды білетін боласыз. Не жасадық, қалай жасадық, не результат берді, не результат бермеді, барлығын толыққанды білетін боласыз. Instagram мен Telegramда не болды, әрбір сөз не үшін қолданылды, қандай CSK-лар қолданды, қандай смыслдар болды, барлығы скриндармен, дәлелдермен сіз көріп отыратын боласыз. Және де воронкаға толық көз қарас. Стратегиялық көзқарастан бөлек әрбір детальдарды, әрбір моментті өзіңіз біліп, не үшін жасалғанын анықтай аласыз. Нәтижесінде өз нишаныңызға арнап, воронка құрып, өткен қателіктеріңізді бірден байқап, жұмыс жасамайтын гипотезаларды алып тастайсыз. Екінші модуль, ол бізде каздев. Кіммен, қалай, қай кезде өткізу қажет, қандай сұрақтар қойып, нені білуіміз керек, искусственный интеллект арқылы қалай каздев жасауға болатын, офер, смысл, позиционирование қалай осы каздев арқылы шығарып алуымызға болатынын білетін боласыз. Және де бізде үшінші модуль Direct. Негізінде Direct деген инструмент мүлде ешқандай эксперттер қолданбайды. Осы инструмент бойынша біз бір модуль арнадық, яғни техника дефициті 100 адамнан қалай біз продажа шығаруымызға болады. Осы модульді айтатын боламыз. Продажа аралық циклдарды азайту, яғни сізге подписка жасаған адам 3 айдан кейін емес, 3 күннен кейін қалай сатып алуына болады. Яғни қалай біз ол адамның сатып алу циклін азайтамыз. Осыны айтамыз. Және де осы уақытқа дейін немесе осы уақыттан кейін сізге келетін базамен қалай жұмыс жасауға болады. Күнделікті продажалар жасау схемасы. Нәтижесінде сіз осы модульдан кейін выручкаңызға плюс 30% қосып продажаңызды көтеретін боласыз. Төртінші модуль ең қызықтысы, біз бұл жерде лид магнит бойынша барлық секреттерді айтыламыз. Яғни қандай структурамен жасаймыз, қандай материалдарды қолданамыз. Былайша айтқан кезде бірінші беттен бастап соңғы моменттеріне дейін қандай заттар болатынын толық білетін боласыз. Воронканың структурасы, стратегиясы, әр детальдарын біліп шығасыз, және де үлкен ресурстармен ешқандай ақшасыз қалай запуск жасайтынымызды айтамыз. Нәтижесінде қолда бар затпен воронкаңызды құрып продажаға шығарасыз. Бір сөзбен сізді точка Б-ға апаратын осы модуль болады. Енді бұл курстың нәтижесінде сіз нақты запускқа арналған инструменттерді аласыз, әрекеттер тізімін аласыз. Яғни осы заттарды жасау арқылы сіз кемі 20% нәтижені көре алатын боласыз. Уақыты, қадамдары нақты айтылған әрекеттерден
алып, сол арқылы сіз не жасау керектігін біліп, келесі этаптан кейін не болатынын тупить етпей, оны басқалардан көрмей, копировать ставить етіп алмай, дайын заттарды уже жаңаша етіп нарыққа алып келетін боласыз. Өзіңіздің салаңызға байланысты запуск фишкаларын аласыз. База ниша ауыстырсаңыз да қолдана алатын, былайша айтқанда запускқа арналған база қалыптастырасыз. Наконец-то толыққанды сату этаптарын түсінетін боласыз, және де продажа әкелетін өзіңіздің воронкаңыз болады. Бұл курстың бағасы кері байланыссыз бізде 25 000 теңге, ал кері байланыспен 75 000 теңге. Ешқандай өтірік триггер қолданылмайды бұл жерде, себебі бұл баға су тегін екенін түсінген адам жақын уақытта көтерілетінін де біледі. Қазір сіз болмасаңыз, сіздің орныңызда кез келген басқа адам сатып алады. Себебі бұл тегін сабақты, бұл лид-магнитті біз таргетке жібереміз, ал ол жерде бізде күнделікті жаңа адамдар қарап отырады. Сондықтан да ешкімнің возражениесін жатпаймын. Бұл реально бұл жердегі айтылатын ақпараттарға өте аз сумма болып табылады. Және де бонус ретінде алғашқы 5 адамға курсқа дейін немесе курстан кейін өзі таңдап алады, қай уақытта екенін жеке разбор жасалады. Яғни ол адамның қателіктерін, қандай дұрыс емес ошибкалар жасап жатқанын, қандай этаптары дұрыс жасалып жатқандығын толыққанды айтып беретін боламын. Және де запускқа қажетті ақпараттар, чек-листтер, материалдар, және де барлық внутрянканы көрсетіліп отыратын близкие друзья, копия бонустар болады. Және де осы заттардың барлығы тек қана астындағы төменде тұрған анкетаны толтыру арқылы ала аласыздар.